Мағжан Жұмабай Бекенұлы 25 маусым 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы қазіргі Мағжан Жұмабай ауданы Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын жұлдызы. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905-1910 жылдары Қызылжардағы номер 1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман қазақтарының азаттығы жолында күрескен Бекішевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқиды. Бірлік ұйымы жұмысына белсене араласып, Балапан қолжазба журналын шығаруға қатысады. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы алаш қайраткерлерімен байланыс орнатып, Қазақ газетіне өз өлеңдерін жариялайды. 1917 жылы ақпан көтерілістен кейін қалыптасқан саяси жағдайға сай қоғамдық өмірге белсене араласып, Ақмола облыстық қазақ съезін өткізуде ұйымдастырушылардың қатарында болды. Осы жолы сәуірде Ақмола облыстық қазақ комитеті құрамына сайланды. 1929 жылы Мағжан Жұмабайұлы алқа атты жасырын ұйым құрғаны үшін деген айыпталулармен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жыл айдауға кесіледі. 1936 жылы Максим Горький мен Елена Пешкованың араласуымен бостандық алып Қазақстанға қайтады. Петропавл қаласында мектепте орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беретін мұғалім болып жұмыс істейді. Көп ұзамай оқу ісінің меңгерушісі оны саяси себептерге байланысты деген айып тағылып, мұғалімдік қызметінен босатады. 1937 жылы наурызда Мағжан Жұмабайұлы Алматыға келеді. Аударма ісімен айналысып, 1938 жылы қайтадан қамауға алынып, ату жазасына кесілді. Мағжанның барлық өмірі поэзиясында. Мағжан өзінің жырларында қазақ халқының өткен тарих жолына көп көңіл бөлген. Өз халқының ежелден келе жатқан батырлық, намысқойлық, елін, жерін, шексіз сүйетін, қорғай білетін қасиеттерін жер жүзіне деген толғауында ерекше айтып кеткен. Ақынның жүрегі сергек, ақылы сара, қиялы өткір. Оны біз Қызылжалау жырынан байқаймыз. 1923 жылғы Мағжанның ақындығы туралы деген мақаласында Абай да сөздің ішін мәнерлеп, тонын сұлу қылуға тырысқан, бірақ дыбыс пен сурет жасауда, сөздің сыртқы түрін әдемілеуде Мағжанға жеткен ақын жоқ, дейді Жүсіпбек Аймауытов. Олай болса, ақындық жүзінде Абайдан соңғы әдебиетке жаңа түр кіргізіп, соңына шәкірт ерткен, мектеп ашқан ақын Мағжан екенінде дау жоқ. Ақын лирикалары тақырыптары алуан. Туған жер, ата мекен, халық тағдыры, ар адамгершілік, шынайы махаббат тағы басқа. Осындай өлеңдердің бірі толқын. Бұл өлеңде ақын толқындардан қозғалысы әртүрлі болып келетіндігіне назар аударады. Сағындым, сарғайдым, төс, анама, тағы басқа өлеңдері Мағжанның түрмеде жазған шығармалары. Небәрі 44 жыл ғұмыр кешкен Мағжан Жұмабаев өмірден өтсе де